Әйгерім Құсайынқызы, заңгермін, зерттеушімін, киберқауіпсіздік бойынша мамандардың бірімін. Лудомания, гемблинг өткен ғасырда пайда болып, осы ғасырдың дертіне арналған, бірақ та арылуға болатын тәуелдіктің түрі. Құмар ойындардың неліктен көпшілікке тартымды болып табылады? Құмар ойындар жалпы адамның психикасында, психологиясында, адамзат тарихында адамдар жаңа дүниеге, өзіне түрлі сезім сыйлайтын, ойынға болсын, жаңа қызметке болсын, үнемі құмар болған. Яғни құмар ойындармен күресте біз өзіміздің адамдар өзінің сезімдерімен, адреналин деңгейімен, қаражатты тігіп алған кездегі, жеңіп алған кездегі қуанышты эйфория күйін барлық адам бірдей сезінбейді. Жалпы биологиялық, гормоналды осындай күйді, немесе адреналиналды қалайтын адамдардың саны жылдан жылға өсіп келе жатыр. Себебі жалпы адамзаттың техниканы, инновацияның дамуына байланысты адамдарды таңғалдыру қиынға соғады. Сізді таңғалған кезде, қатты қуанған кездегі сіз басыңыздан өткеретін сезіміңізді, эмоцияңызды сатып алу қиынға соғады. Сол үшін де болар, көптеген адамдар құмар ойындарға келген кезде бұндай менде тәуелділік туындап қалып, мен лудоманиядан емдеу жолын іздеймін деген пікірмен келмейді. Көбісі қандайда бір керемет эйфория сезімін бастан кешуге, қаражат табуға, қысқа уақытта өзінің қаржылық проблемаларын шешуге тырысуы да мүмкін. Себебі кез келген мемлекеттегі лудоманияның келу себептері сол мемлекеттің әлеуметтік жағдайымен байланысты. Және Қазақстандағы лудоманияның мәселелеріне келетін болсақ, бізде лудомандарды 6 айда емдеу мүмкін деп табылса, ақш-та кемінде 2 жыл лудоманиядан емделуге жатады. Және бұл өте қомақты қаражатты талап ететін, кез келген отбасы мүшесімен, кез келген азаматтың қолынан келетін емдік шара емес. Яғни бұл таңдауларға ғана берілетін мүмкіндік екенін ұмытпауымыз керек. Себебі сіздің жақыныңыз, досыңыз лудоманиядан, құмар ойындарға жалпы тәуелділігін байқасаңыз, сіз түсініңіз, бұл қылмыс емес. Біз кез келген қоғамда қылмыс жасаған, құқық бұзушылық жасаған адамды оқшаулауға, оны қайта тәрбиелеуге, оның намысына тиюге, оның ар-намысы мен қадір-қасиетіне қол сұғып жатамыз. Бірақ та дәл құмар ойындарға тәуелділік пайда болған адамдарға қаталдық таныту, оларды кінәлау, оларды жазғыру, қаншалықты оларды мәселеден, бұл проблемадан шешуге көмектеседі? Әлбетте жоқ. Себебі сіз қандайда бір құмар ойындарға тәуелдік болған адамның өзге де дүниелерге құмарлықпен, яғни тәуелдік түрімен байланыстыруымыз керек. Кез келген адам темекіге, алкогольдік ішімдікке, ойынның бір түріне тәуелдігі болуы мүмкін. Және бұл тәуелдіктің этаптары, кезеңдері әртүрлі. Егер сіз лудоман боласыз ба, болмайсыз ба дегенді бала кезде анықтау мүмкін бе? Немесе мен 5 жасар бауырымды тесттен өткізу арқылы 10 жылдан кейін бұны казиноға жіберуге бола ма, болмай ма деген сұраққа, тестке ғылым жауап береді деп ойлайсыз ба? Иә, ғылым бұған жауап береді. Психология мен психиатрия саласындағы соңғы зерттеулер жалпы сіздің бойыңыздағы 34 категорияны сынай арқылы, егер сіз сол бойыңыздағы 34 қандайда бір тұлғалық қасиеттеріңізге тесттен жауап беру арқылы, сіздің лудоманияға, жалпы құмарлыққа, құмар ойындарға тәуелділігіңізді, икемділігіңізді алдын ала анықтау мүмкін дейді. Фантастикалық бестеме, бірақ та бұл мүмкін. Себебі ғылым лудоманиямен күресте тек қана заңды, немесе салықты көбейтуді ғана емес, адамның санасын, адам неліктен ойынға барады, және ол ойыннан қандай сезім алады, жеңілгендегі, жеңгендегі сезімдер, оны қандай күйде болуына душар етеді деген сұраққа ғалымдар соңғы 30 жыл бойы жауап беріп келе жатыр. Және соңғы зерттеулердің айтуы бойынша, кез келген лудоманияға ұшыраған адамды қолдау ең бірінші күрес болып табылады. Яғни оларды шеттету, намысына тию, заңмен жазалау мәселені шешпейді.